Меймалар, осының менен Әмет һәм Аймхан Шамратова үй музейінің ашылғанына 25 жыл толу мөнәсәбәте менен шөркемләштірілген концерт бағдарламамызды жұмақлаймыз. Сондай қуанышлы күндерде көрсу несіп ете берсін. Көріскенше, хош, сау, саламат болың. Мен Шамратова Гүлстан Әмет қызы. Ата жолын давам етіп шайыр болдым. Жазған қосықларым менен әулетларымызға рухи азық бердім. Мен Гүлжахан Әмет қызы. Елімізге белгілі ұстаз болдым. Жастардың тиянақлы білім алуына педагерлік минет еттім. Өзбекстан халық білімлендіру ағласы, Қарақалпақстанға минеті сіңген білімлендіру қызметкері атағына ерістім. Мен Зухра Әмет қызы. Ташкенттегі Низами атындағы институтты біткеріп, сол жерде ұстаз болып істеп қалдым. Мен Зияда Әмет қызы. Қарақалпақ Арал водострой мекемесінде Мәдениет үйінің директоры һәм тарих мұғалімі болып іследім. Қарақалпақстанға минеті сіңген көркем өнер ғайраткермен. Мен Әмет ұлы Бердақпан. Әкем сияқлы мәмлекетлік жұмысларда іследім. Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінде жәрдемші, соңынан бөлім басшылығы болып іследім. Мен Зүлфия Әмет қызы. Ажинияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында минет етіп, доцент, профессор дәрежесіне ерістім. Өзбекстан халық білімлендіру ағласы, Қарақалпақстанға минет сіңген білімлендіру ағласы деген атақларды алдым. Мен Айымгүл Әмет қызы. Көп жылдар давамында мектеплерде, жоғары оқу орынларында инглиз тілінен жастарға тәлім тәрбие бердім. Өмірлік жолдасым Қарақалпақстанға минеті сіңген құрылысшы Сұлтанмұрат Таубалдиев пенен 1999 жылы салған Әмет һәм Аймхан Шамратовалар үй музейін 25 жылдан берлі басқарып кетірмін. Қарақалпақстанға минеті сіңген мәдениет қызметкері деген хүрметлі атаққа мессар болдым. Айымхан, мен тағдырдың ісіменен бұл өмірден ерте кеттім. Арманларым көп еді. Қанша қиналсаң да көркем өнерді қойып кетпей, бір-бірінен ажайып перзентлерімізді камалға келтіріп, халық қызметіне жарайтұғын дәрежеге жеткізгеніңе мен разыман. Біздердің елге іслеген қызметлерімізді тарихқа айландырып, келешек әулетларға ібірат етіп атырған халқымызға мен де миннеттармын. Дүнияға танылған елдің ұл қызы, Қанлыкөлдің нағыз хош хауаз қызы, театр сахнасының сөнбес жұлдызы Әмет Айымханның музейін көрің. Бақыт берді мұстақиллик нұрлары, ата-бабаларның мәңгү арманы, адабият ва сан'атның масканы, музей юбилейі мүбарак болсын.
Ассаламу алейкум, қадірлі мейманлар, бүгінгі кешеміздің әзиз қатнасушылары. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, bugungi tantanali tadbirimizning qadrli ishtirokchilari. Бүгін пайдақтымыздағы республикамызда бірден бір саналған Әмет һәм Айымхан Шамратовалар үй музейінің ашылғанына 25 жыл толу мөнәсәбәтіменен өткеріліп атырған салтанатлы кешімізге қош келдіңіз. Buyuk adabiyot va san'at vakillari, xalqimizning sevimli farzandlari Amet va Ayimxon Shamratovalarning nomi bilan ataluvchi ushbu qutlug' maskanning 25 yillik yubiley tantanali tadbiri bilan barchangizni chin dildan samimiy muborakbod etamiz azizlar. Кешемізді аш беру һәм құтлықлау үшін сөз Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің комитет басшылығы Шараф Өтемейсовқа. Va Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vaziri Begis Temirbayevlarni Davramiz markaziga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli do'stlar. Eng dastlab barchangizga belgili shoir ham yozuvchi, dramaturg, mamlakatlik ham jamiyatlik g'ayratkor Amet Shamratov hamda kuchli talant egasi, qo'sh havas qo'shiqchi Ayimxon Shamratovalarning үй музейінің шөлкемлестірілгеніне 25 жыл толу мөнәсәбәтіменен шөлкемлестіріліп атырған бүгінгі кешеннің ашылуыменен Қарақалпақстан Республикасы Жоғары Кеңесі hamda Министрлер Кеңесі атынан қызғын құттықтауға рұқсат еткейсіздер. Азиз отандашлар, әлбетте бүгінгі кешенің әфсанаға айланған тұлғалар атамасында өткерілуінде терең мәні бар, һәм бүгінгі кешемізге өзгеше мазмұн бағышлайды деген пікірдеміз. Өйткені еліміз тарихында салмақлы із қалдырған қос арыс Амет Шамратов пенен Айымхан Шамратоваларды hürmetпенен еслеу бұл әдебият, мәдениет һәм көркем өнер пидайлары қала берсе халқымыз, әсіресе жастарымыз үшін һәм қарыз, һәм парыз ойы сапланады. Һәммеміз жақсы білеміз. Өткен асырдың көрнеклі уәкілдер хақында сөз болғанда, әлбетте белгілі шайыр, жазушы, драматург Дилмаш һәм жәмиетлік, һәм мемлекеттік қайраткер Амет Шамратовтың ісмі hürmetпенен тілге алынады. Себебі ол өзінің қысқа өмірі ішінде бір қатар бақалы шығармалар дүретуімен бірге еліміздің социалдық-экономикалық рауажлануында салмақлы үлес қосқан мемлекеттік һәм жәмиетлік қайраткер сипатында еліміз тарихында ахметлі орын иелейді. Сондай-ақ Аму жағасын қош хавас бүлбілі деп тан алған өзінің йошы қосықлары, жанлы образлары менен мыңлаған кеуілердің терең орын иелеген Айымхан Шамратова көркем өнер һәм мәдениет тарауларында өзіне тән мектеп жаратқан инсан сипатында hürmetпенен еске алынады. Хақиқатында да әдебиятымыз бен мәдениетімізге, көркем өнерімізге деген итибар бұл ең әуелі халқымыздың рухи дүниясына, әсірлер давамында қалыптасқан тарихымызға, миллилігімізге деген жоғары hürmеттің көрінісі десек қателеспейміз. Әсіресе соңғы жылдар hürmetli президентіміз тарапынан барлық тарауларға, соның ішінде дүретуші инсанларды қолдап қуатлауға деген итибардың күшеюі бұл милли әдебиятымыз бен мәдениетімізге, көркем өнерімізге деген айрықша қамқорлықтың көрінісі деп білеміз. Осы орында соны айрықша атап өтпекшімен, Амет Шамратов һәм Айымхан Шамратовалардың минет жолы дүретушілік жұмысларын жақыннан үйренуде олардың атына шөлкемлестірілген үй музейінің орны айрықша ахметлі болмақта. Соны мақтанышпен айтуымыз мүмкін, музейге әр күні көплеген сырт елі һәм жергілікті туристер келіп, милли мәдениетіміз бен әдебиятымыздың екі ұлы тұлғасының өмірі һәм дүретушілігімен жақыннан таныспақта. Бүгінгі кешенің шөлкемлестіруі де бұл тарихи тұлғалардың минет жолы һәм дүретушілігіне жоғары hürmеттің белгісі болуымен бірге, келешек әулетлардың рухи дүниясын байытуға ұнамлы тәсір етіп, оларды игілікті істерге бастайды деген үміттеміз. Сіздерді және бір мәрте бүгінгі кешенің ашылу салтанатымен қызғын құттықтап, баршаңызға бекем денсаулық, шаңырағыңызға аманлық, жұмыстарыңызда, оқуларыңызда тасқын табыстар тілеймін. Рахмет. Ассаламу алейкум, қадірлі мейманлар, hürmetli достар, бүгінгі юбилейге қош келіпсіздер. Баршамызға белгілі, Қарақалпақ мәдениеті һәм көркем өнерінде Амет Шамратова, Айымхан Шамратоваларының орны жүдә айрықша. Бұл екі
инсан өзінің шебер шөкілместірушілігі менен, өткір қалемі менен, жаратқан образлары менен, қош хавазы менен халқымыздың кеуілінен орын алған үлкен ұстаз, үлкен тұлғалар болып есептелінеді. Олардың мейнеті алдыңғы бұрынғы ауқам дәуірінде де салмақлы мейнетлері бақыланып, сол ауқам дәуірінде хүрметлі атақларды алып, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артистері һәм бүйік қызметлері орденімен сыйлықталған. Һәм бұлар юбилей кешелерінде, белгілі сәнелерінде бұл екі инсанның атына естілу кешелері һәм Айымхан Шамратова апамыздың атқарған қосыптарынан жас талантлардың, еліміздің жас талантларының таңдаулары өткеріліп келіп жатырды. Бұл апамыздың, ағамыздың Амет Шамратов, Айымхан Шамратовалардың басып өткен мейнет жолы, дөретпелері, ұстап тұтқан дәскелері сақланып кеткен екен. Музейге бүгін 25 жыл толып атқан екен. Бұл жастарымызға бір рухи дүниясын байытуға, халқымыздың рухи дүниясын байытуда бір ібарат мектебі болып саналады деп ойлаймыз. Һәм осы музей жанында Айымхан лапызы, халық ансамблі шөкілместірген бұлардың бәріне мінекей апамыз Амет Шамратов, Айымхан Шамратовалардың қызы Айымгүл апа басшылық етіп келіп жатырды. Бұл екі инсанның жарқын естелігі халқымыздың қалбінде мәңгі жасайды. Бүгінгі юбилейлер құтылы мүбәрек болсын. Диққатларыңыз үшін рахмет. Енді нәубетте Амет һәм Айымхан Шамратовалар хақында баянатқа берсек. Мархамат, филология ілімлері докторы профессор Зияда Бекбергеноваға сөз нәубетін береміз. Ассаламу алейкум, хүрметлі бүгінгі байрам қатынасушылары. Мінекей бірі халқымыздың көркем сөз өнеріне, бірі халқымыздың көркем әдебиятына салмақлы үлес қосқан әжайып инсанлар Амет Шамратов пенен Айымхан апа Шамратовалардың музейінің міне ашылуына 25 жыл толып отырыпты. Осы юбилей сәнесіменен һәммеңізді шын көңілімнен құттықтаймын. Қарақалпақ әдебиятының көрнеклі уәкілі, белгілі жазушы, шайыр, драматург, аудармашы һәм мемлекеттік іскер Амет Шамратов 1912 жылы Кегейлі районында Диқан шаңырағында дүнияға келеді. Ол Шымбай һәм Оренбург қалаларында тәлім алады. Минет жолын 1930 жылы мектепте бастауыш класс мұғалімі болудан бастайды. Бұндан соңғы жыллары района инспекторы, Қожелі районлық атқару комитетінің қаткері болды. 1933-36 жыллары Москва қаласында зооветеринария институтында оқып біткереді. 1936-39 жыллары халық білімдендіру комиссариатында істейді. 1938 жылдан бастап өзінің минет жолын үйретушілік жұмысларға арнайды. 1940 жылға шекем Қарақалпақстан мемлекеттік баспасының көркем әдебиет бөлімін басқарады. 1940-41 жыллары Ташкент қаласында мемлекеттік көркем әдебиет баспасы басылығы лауазымын атқарады. Сол уақытта оның менен Шайра Зүлпия ханым, Ғафыр Ғұлам, Шарап Рашидов һәм басқа да көплеген белгілі шайырлар, жазушылар бірге істеп, ұстаз шәкірт сыпатында жақын қарым-қатынаста болады. Яғни Амет Шамратов 1945-50 жыллары тіл һәм әдебиет ілім зерттеу институты директорының орынбасары, министрлер кеңесі жанындағы мәдениет істері басқармасының басшылығы болып істейді. Амет Шамратов 1950 жылдан бастап өмірінің ақырына шекем Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі басшылығының орынбасары, Республика жазушылар ауқамының басшылығы һәм Нөкіс қалалық партия комитетінің қаткері лауазымларында істейді. Ол 1939 жылдан бастап жазушылар ауқамының ағзалығына қабылданады. Һәм күндізгі уақытлары Қарақалпақстан аймағындағы районларға, ауылларға барып мәдениетті, ілім білімлендіруді, ауыл қожалығын рауажландыруға қызмет етсе, кешкі уақытлары дөретушілікпен шұғылданады.
Әмет Шамратов Қарақалпақ әдебиятында ескі мектепте менің жолбасшылар менен ұшырасуларым шығармалары 20-шы әсірдегі Қарақалпақ прозасына жаңалық болып қосылды, һәм басылаушылардың бірі болып танылды. Оның қалеміне тиесілі көплеген қос һәм прозалық шығармалар басылып шықты. Атап айтқанда Сыйлық, Ескі мектепте, Отан хақында қосықлар, Бақыт, Сүйемен һәм тағы басқа да таңламалы шығармалары басылды. Әмет Шамратов Ибраим Юсуппенен бірге Қырық қыз, Жолмырза Аймырзаевпенен бірге Арал қызы пьесаларын жазды. Һәм бұл пьесалар өз уақытында һәм соңынан да біздің театр сахналарымызда қойылды. Әмет Шамратов 1953 жылы 41 жасында әлемнен өтті. Ол ұсындай аз ғана өмірінде халқымыздың көркем әдебиетін, мәдениетін һәм білімлендіру тарауларын рауажландыру үшін аянбай минет етті. Солықтан да Әмет Шамратовтың ізінде қалған бай мираслары менен үлгілі істері рухи азық сипатында қадірленіп, халқымыз ядында мәңгі сақланып келмекте. Ал Айымхан Шамратоваға келетін болсақ, Айымхан Шамратова Қарақалпақ драма актрисасы, қосықшы, халық һәм заманауи қосықлардың атқарушысы. Ол 1917 жылы 10 август күні Қарақалпақстан Республикасы Қалынкөл районының 7 ауылында Диқан шаңырағында туылды. Һәм кішкене уақытынан баслап қосық айтуға жүда қызығады. 1932 жылы Төрткүл қаласына оқуға келіп, ол жердегі әуескерлер дөңгелегіне қатынасады. Һәм Қарақалпақстандағы ең бірінші Таңнұры театр труппасының шөлкемдестірушісі, театр директоры, драматург, актер Абдыраман Өтеппенен ұшырасады. Ол Айымхан Шамратовадағы қош ауазды көріп, оны театрға жұмысқа шақырады. 1934 жылдан бастап Төрткүл қалалық театрының актрисасы болып, заманауи драматурглардың пьесаларында бас рөлдерді атқарады. Сол уақытлардан бастап Айымхан Шамратова Қарақалпақ сахнасының жұлдызына айланады. 1936 жылы Айымхан Шамратова бір топар мәдениет қызметкерлері менен Қарақалпақ халық қосықларының грампластинкасын жаздыру үшін Москваға барады. Ақсұңгүл, Шымбайым, Назлы Яр, Бозатау, Недақ сияқлы милли қосықларымызды грампластикаға жаздырады. Бозатау қосығы сол уақыттағы бүткіл ауқамлық радиода тікелей эфирден беріледі. Сол уақытта Қарақалпақстаннан Москваға оқуға барған Әмет Шамратов һәм басқа да студентлерменен танысады. Әмет Шамратовпенен бір-біріне кеуіл қойып, бақытлы дөретуші шаңыраққа айланады. Екінші жаһан ұрысы уақытында театр артистлері екі бригадаға бөлініп, олардың бірін Айымхан Шамратова басқарады. Ол екі емізулі қызын бірге алып жүріп, қыстың суығында, жаздың ысысында, арбалы, груз машинада театр артистлері менен концертлер қойып, халықтың рухын көтереді. 4473 мәрте пьеса қойып, жеке концерт бағдарламаларын өткереді. Емлеуханаларға барып, жараланған әскерлердің кеуілін көтереді, топланған қаржыны фронтқа жібереді һәм сол ақшаға бір самолет ісленеді. Осы мүнәсәбетпенен Қызыл армияның бас секретар саркардасы Сталиннің Айымхан Қазымбетова Шамратоваға миннеттаршылық телеграммасы келеді. Бұл телеграмма Әмет һәм Айымхан Шамратовалардың үй музейінде сақланбақта. Айымхан Шамратова Қарақалпақ, Өзбек, Рус, Татар драматурглерінің 100-ден астам пьесаларында бас қаһарман хаял ана рөлдерін шеберлікпенен атқарады. Жаллы Хауазда 200-ден аслам Қарақалпақ, Өзбек, Қазақ, Түркмен, Әзербайжан һәм басқа да халықтардың милли қосықларында қосып атқарады. Өмірлік жолдасы Әмет Шамратов Айымханды әрдайым қоллап-қуатлап төбесіне көтереді. Бүткіл өмірін, талантын сахнаға бағышлаған Айымхан Шамратова 36 жасында 7 перзентіменен жесір қалады. Лекін ол еш қиыншылықтарға мойымастан перзентлерін тәрбиелап, камалға келтіреді, жоғары мағлұматлы етіп, перзентлері халыққа белгілі инсандар болып жетілісті. Айымхан Шамратова 1940 жылы Қарақалпақстан халық артисті, 1950 жылы Өзбекстан халық артисті, 1968 жылы бұрынғы ауқам халық артисті атақларын алды. 1948 жылы 2 мәрте Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңес депутаты болып сайланды. Айымхан Шамратова 1993 жылы 76 жасында дүниядан өтті. 2004 жылы Өзбекстан Республикасы бірінші президенті Ислам Каримовтың фарманы менен бүйік қызметлері ордені берілді. Бұл сыйлықты оның 7 перзенті
үй музейі директоры Айымгүл Шамратова қабыл етіп алды. Әлбетте, халқымызға белгілі сахра һәм сахна білбілі Айымхан Шамратованың дөретушілігі һәм оның өмір жолы жас әулетларымыз үшін елге садық қызмет етудің айқын үлгісі болып қалады. Диққатларыңыз үшін рахмет. Hurmatli mehmonlarimiz, muzeyning barpo etilishi tarixi haqida bayonotni tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Aziza Muratbayevaga beriladi. Marhamat, davramizga taklif etib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, nurani ata-apalar ham student jastlar. Barchangizga hoş kelibsiz deymiz. Muzey bilemiz, бұл халқымыздың бай тарихы, мәдениеті һәм өтмішіне ашылған есік есептелінеді. Қарақалпақ көркем өнері һәм әдебиетінің нәпесін өзінде жамылған Амет һәм Айымхан Шамратовалар үй музейі 1999 жылы республикамызда бірінші шөлкемдестірілген үй музей сипатында өз жұмысын бастады. Һәм бұл жерде бір шаңырақтың бай тарихи мирасы, өтміш бетлері өз сәулеленуін тапты. Музей ашылған уақытта 300-ден артық экспонатларменен бір ханадан ібарат болып өз іскерлігін басылаған болса, бүгінгі күнде 3,5 мыңнан астам экспонатларды жәмлеген 4 ханада өз іскерлігін алып бармақта. Біз музейге барғанымызда ықшам бөлмеде жайласқан музей экспонатлары біздерде дөретушілер менен сәубетлескендей сезімлерді пайда етеді. Дөретушілердің жеке бұйымдары, фотосуретлері, сахна либаслары, сондай-ақ басқа да жеке бұйымдары біздерді өзіміздің Қарақалпақ бай тарихына һәм мәдениетіне және де жақынластырады. Соның үшінде бұл музей бүгінгі күнде ілім, білімлендіру һәм мәдениет ошағы сипатында өз іскерлігін алып бармақта. Бұл музейдің шөлкемдестірілуінде халқымыздың мәдени мирасын сақлау һәм кейінгі әулетке жеткерудей жауапкершілікті өз мойнына алған Шамратовлар шаңырағына халқымыздың атынан өз міннетдаршылығымызды білдіреміз. Һәм осы музейдің құрылысында басшылық еткен Сұлтанмұрат Таубалдиев басшылық еткен есептелінеді. Ол Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен құрылысшы, сондай-ақ Амет һәм Айымхан Шамратовлардың күйеу баласы есептелінеді. Ол 1947 жылы Қамлыкөл районында Дихан шаңырағында туылған болып, 1965 жылы Москва қаласында жоғары оқу орнын тамамлаған. Бұл құрылысшы Қарақалпақстанда алып барылған құрылыстардың 70% құрылыс жұмыстарына басшылық еткен болып, олардан ең белгілілерін айтатұғын болсақ, Қоңырат сода заводы құрылысы, сондай-ақ Нүкіс қаламыздағы Мырзалықбек Хайкелінің құрылысы істерінде басшылық еткен есептелінеді. Сондай-ақ Тахеташ районында шөлкемдестірілген Мейірманлық үйі, балалар үйінің имаратының құрылысына басшылық етіп, оған өзінің өмірі дауамында қайыр-сақауат істерін алып барған. Умаластырып айтқанда, музейді шөлкемдестіру ісіне басшылық еткен апамыз Айымгүл апа Шамратова һәм Сұлтанмұрат Таубалдиевлардың басламасымен осы музей шөлкемдестірілген болып, бұл музей ұзақ жылдар дауамында ілім, білімлендіру һәм мәдениет ошағы сипатында халқымызға ұзақ жылдар дауамында қызмет қылатынына сенеміз. Ітібарыңыз үшін рахмет. Қадірлі меймандар, ал енді бүгінгі ләжімізді Айымхан Шамратова атқарған қосқылардан даярланған концерт бағдарламасы менен давам етеміз. Мархамат, тыңлап тамаша қылың азизлар. Әмудария. Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Азима Үсенова атқарады ойынында Өзбекстан мемлекеттік филармониясы Қарақалпақстан Республикасы бөлімі қызлары. Бұлқисаң сүйіклім сулап бұлқисаң, Памир тауларынан бізге суқисаң. Бұлқисаң сүйіклім сулап бұлқисаң, Памир тауларынан бізге суқисаң. Асау аңы деп айтады тарихта, наш орып қысы жас шағлап бұлқисаң.
оқисаң. Ішкенде суыңды мерім қанады, шерін жаным рахатке толады. Амудария қуатымсың, жанымсың, сен шалқысаң, ел шатлықта болады. Амудария қуатымсың, жанымсың, сен шалқысаң, ел шатлықта болады. Бұлқы жаным, бұлқы мұдамы бұлқы, мәш орып қысы жас аласла толқы. Бұлқы жаным, бұлқы мұдамы бұлқы, мәш орып қысы жас аласла толқы. Әмілім деп құслар сайрар бағларда, шат болсын бойында қарғалпақ қалқы. Ұшқан құларың сенің, кеулімді көтеріп сенің ашады, қаңқылдасып ұшқан қазарың сенің. Бозатау. Аймхан Шамратова таңлауының жеңімпазы Замира Ибрагимова атқарады. Aman bu bizden kaldın
Қарақалпақ халық қосығы адыңнан Айымхан Шамратова таңлауының жеңімпазы Гүлзар Өтегенова атқарады. Қадірлі меймандар, және де құттықтау үшін сахнаға Қарақалпақстан Республикасы Мәдени мирас басқармасының басшылығы Серік Байбосыновты. Тағы да Игорь Советский музей атындағы көркемөнер музейінің директоры Гүлбахар Изентаеваны һәм Бердақ атындағы музей жәмәтін және де Қарақалпақстан тарихы һәм мәдениеті музей жәмәтін сахнаға мұрат етеміз. Ассалаумалейкум, құрметлі меймандар, құрметлі апалар, ағалар. Не бүгін елімізде Қарақалпақстанда үлкен байрам. Өзбекстан тарихында бірінші рет шөкілместірілген жеке музей Амет һәм Аймұхан Шамратовалар музейі. Бүгін үлкен юбилей жасы жауырып кепеді. Соған сәл талқыланып тұрпан. 25 жылық юбилей, осы юбилей тойы менен осы жерде қатынасып отқан барлық апа ағаларымызды бүткіл Қарақалпақстан халқын Советский атындағы көркемөнер музей атынан шын көңілімізден құттықтаймыз. Айтып өтуім керек, бұл жеке музейдің осы музейлер тарихында тек қана үлкен үлесі емес, онда сақланып атқан бейбақа дұрдана экспонатларымыз. Сонымен бірге туризмнің рауажлануына да Қарақалпақстанға келіп отырған туристер санының
көбеюіне үлкен үлес қосып жатыр. Шынке елімізден Советский атынан, музей атынан құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум, бүгінгі тадбір қатынасшылары. Мәдени мирас басқармасы, Мәдени мирас агентлігі тарапынан Ахмет һәм Айымхан Шамратова музейінің 25 жылдығымен шынға өлуден құттықтаймыз. Бұл мәдени мирасымыздың, мәдени байлықтарымыздың сақлануы, бұған қосып отырған үлкен үлестері үшін өз minnettarçılığımızı білдіреміз. Һәм де бұл мәдени музейлеріміз біздердің туристик потенциалымыздың жоғарылауына үлкен үлес қосып келатыр. Соның ішінде біздің үй музейіміз, бұлар сол жерде сақланып жатқан мәдени байлықтарымыздың, артефактларымыздың сақлануы, келешек ауладқа жеткеруіне үлкен үлес қосып жатыр. Сонымен бір қатарда Өзбекстан Республикасы Мәдени мирас агентлігі Қарақалпақстанда мәдениет, адабият, санат соқаларының асасшысы Ахметова Айымхан Шамратовалар xotirasiga bag'ishlangan Ахметова Айымхан Шамратовалар үй музейінің тәшкіл етілгенінің 25 yilligi munosabatla hamda madaniy boyliklarini asrab avaylashga qo'shgan katta hissasi uchun taqdirlanadi. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi direktori Bahodir Ganjiyevich Abdukarimov atnan sizga ulkan qutlug'lar olib kelganmiz. Son topshiriq ruxsat etsangiz. Sonымен bir qatorda biz mine Qaraqalpaqston tarixi madaniyati muzeyi, Berdag'atda Qaraqalpaq adabiyoti muzeyi jamiyati atnan sizga ulkan qutlug'lar olib kelganmiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli кешенің қатынасушылары, неке Бердағатындағы Қарақалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музей жамааты Ахмет һәм Айымхан Шамратовалар музейінің түзілгеніне 25 жыл түзілу мөнәсәбәтіменен шын кеулімізден құттықтаймыз. Музей жамааты өзінің барлық жақсы тілеклерін мына адресатқа жазып білдіріп келгенбіз. Оқып отырмай қояйын. Ассаламу алейкум, азиз меймандар, еліміздің, мәдениетіміздің ұлы тұлғалары. Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті мемлекеттік музейі атынан әпсанаға айланған тұлғалар Ахмет һәм Айымхан Шамратовлардың үй музейінің 25 жыл толуы мөнәсәбәтіменен шын кеуілден құттықтаймыз. Осы жерде музейіміздің жамиәті атынан бір сөз айтқым келеді. Умар Хайямда сондай сөз бар. Бір ғарип кеуілді қыла алсаң шат, жақсырақ жер жүзін қылғаннан абат. Сөзің менен бір жүректі құл қыла алсаң, жақсырақ 100 құлды қылғаннан азат. Бүгінгі әпсанаға айланған тұлғалар Қарақалпақ халқының қанша жүректегі қанша шат айлегені сіз бенен бізге мәлім. Инсан бұл өмірге келер екен, әр күні емес, әр демде жасау керек. Бүгінгі Ахмет һәм Айымхан Шамратовлар Қарақалпақ халқының мәдениетінің ағартушылығының әр күнінде емес, жүрегінің ұрып тұрған әр демінде жасайды деп айта аламыз. Рахмет. Айымгүл менен Султамұрат сахналық көрініс. Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагөйлер театры атқарады. Музейдің ашылғанына да деймде 25 жыл болды. Сол күнін, ол күнді еш ұмытпаймын. Сенің жүрегің шаукілдеп. Айымгүл, саған бір жақсы жаңалығым бар, берме әке. Менде бір ажайып идея пайда болды. Бұны саған көптен бері айтпақшы болып жүрбедім. Бұл рет анық, бұл іске жеңді тұрып, кірісуге қарар еттім. Сен ақ бір затларды тауып жүрсен ғой. Идея дейсен, қарар дейсен, бір түсіндіріп айт. Айымгүл, маған диққат етіп бар, мен қара. Ал? Мен әкеміз Ахмет Шамратов, анамыз Айымхан Шамратоваларға арнап үй музейін салмақшыман. Үй музейі? Ауа. Сау басыңа саудан сатып алып не қыласың, Султамұрат? Музей құру аңсатылықпен болмайды ғой? Дұрыс, аңсатылықпенен болмайды. Бірақ мен бәрібір өз айтқанымнан қайтпаймын. Ақыры солардың атын мәңгілестіру үшін істемекші мен бұл істі. Оның орнына, ана көп қабатлы үйде жасайтұғын баламыз бен қызымызға үй салғада болмай ма?
Олар тәрі жан емес пе, өзлерінің күнін өздері көре береді ғой. Сонда да біздер бірінші кезекте перзенттерімізді ойлауымыз керек. Музей деген аңсатлықпен болатын зат емес. Мен бұл пікіріңе қарсыман. Айымгүл, бұл не дегенің? Қане өзің айт. Осы уақытқа шекем, бір-біріміздің пікірімізге қарсы шығып, бір-біріміздің бетімізге келдік пе сірә? Менің ойым саған, сенікі маған мақұл түсіп, ойласып, кеңесіп, бір жағадан бас шығарып, іс істемедік пе? Нәтижесі жаман болған жоқпыз. Яқ, мен бәрібір өз білгенімнен қайтпаймын. Нәгәпелерге қарағанда, бұл іске анық кірісіпсің? Ауа, Айымгүл, маған бұл істе жақына жәрдем беретұғын, ана жоғары құрылысшы Мырзағали Байымбет өзі жәрдем беремен деп айтты. Қайден білейін ау, өзің басабастың арасында жүресең, бұлардың бәрі саған ауырлық қылама деп қорқам. Ауырлық етпейді, Айымгүл. Өзің бір жақсылап ойланып қара. Егер осы істі басылай қойсақ, музейді құрып біткере қойсақ, әкемізден, анамыздан қалған сонша мираслар, сонша байлық, олардың қол жазбалары, кітаплары, анамыздың бұйымлары, сахна липастары барлығы сол музейден орын алады. Және мен бұл дүнияда көп жақсы инсанларды көрдім. Олардың елі үшін, халқы үшін істеген жақсылықларын көрдім. Жақсыдан бақ қалады деген гәп бар, солай емес пе? Өзің хабарың бар. Мен құрылысшыларға басшылық еттім. Көплеген имаратлар, мектеп, завод, фабрика, емлеухана құлласы халқымыздың жақсы жасау үшін не керек болса, әммесін салып істедім. Бірақ енді менің бұл басылайын деп тұрған ісім менің өмірімдегі ең ахметлісі. Яғни менің өмір дәптерімде алтын сиялар менен мөрленіп қалатығын іс болады. Айымгүл, маған сен, мен өз қарарына қайтпаймын. Сұлтанмұрат, бүгін көктен мені тамаша етіп тұрған болсаң, қара. Бүгін музейіміз дүния жүзіне танылып жатыр. Сырт елден келген саяхатшылар музейімізді толқыланып, тасқыланып айтып жатырғанда, баяғыда саған еткен қарсылықларым есіме түсіп, өзім ұялып кетемін. Қазір музейімізге келушілердің саны жүдә, адамлардың саны жүдә көп. Жергілікті халықтан басқа қоңсы республикалардан, сырт елден түрлі саяхатшылар келіп, анамыз һәм әкемізден қалған естеліктерді көріп, қуанып, толқыланып, тасқыланып айтып жатыр. Сұлтанмұратым, саған мың рахмет. Сен бір перзент, ата-ана алдындағы өз парызын қалай өтеу керек болса, оны артығыменен орындадың. Бұл жолда өз мәпіңді де ойламадың. Сенің Қарақалпақ халқына мақтаныш ет басылып кеткен бұл бейбақа мирасың үшін, мәрт, азамат болып жасағаның үшін сенен мың разыман, Сұлтанмұрат. Мың разыман. Заманы болар. Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Базаргүл Каримова атқарады. Жүзін перделеп шией, думаны бұлар, думаны
hurmatli mehmonlarimiz, tabrik uchun davramizga taklif etamiz. So'z Nuroniy jamg'armasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi raisi Tursunbay Abjabbarovga va yana bir bor muhtaram mehmonlarimiz bor. Nukus shahri Nuroniy jamg'armasi boshlig'i Karamadin Qalenderovlarni davramiz markaziga taklif etamiz. Mehmonlarimiz bor bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, ham mirzolar, nuroniylar, yigitlar, qizlar. Bugun bir ulkan kechada buni tomoshalab o'tirmiz. Bu muzey, жаңа естіңіздер, meni tek Qoraqalpog'istonda emas, O'zbekiston mamlakatida birinchi jekamenshik uy muzeyi bo'lib so'g'ilgan. Bu endi Qoraqalpog'istonimiz uchun maqtanish, sizlar uchun maqtanish. Ullu tulg'alarimiz, mana ağamız, apamız qanday өмір жолын басып өткен баянатlardan тыңладыңыз. Қайталанбай тұғын өмір жолын сонша қиыншылықтарға қарамай, міне сахнада әйел қызлардың ойнауы қадаған етілген уақытлары, әмме қарсы болған уақытлары Айымхан апамыздың енді хауазы, оның рөлдерді ойнаған рөллері бүткіл халқымыздың bir tarixine unutulmaz mirasına aylangan desek qatelesken болмаймыз. Себебі үлкен әулеттің нұранилардың есінде олардың өмірі, хауазлары жаңлап тұрады. Әлбетте бұларды еслеу, ұсындай мәрәсімлерді өткөру жас әулетлер үшін үлкен бұл яқшы нәрсе болады. Себебі өткен әулетті естесек, сыйласақ, жас әулетқа міне ата-бабаларымыздан қалған барша мирасларды өткөруміз болады. Олардың өмір жолын қанша үгіт насихат қылсақ, келесі әулетлер біздерді, сіздерді міне әшірефлейді, біздерді еслейді. Міне бұндай адамлар менен миллетіміз мақтанса арзиды. Әдебиятқа, мәдениятқа, көркем өнерге қанша қосқан үлестері. Бүгінгі күнде олардың әулетлері міне қанша қызлары, балалары көп шығармалар өткен, көп нәрселер істеген, республикаға белгілі инсандар болып жетіліскен. Апамыз міне жеті бала менен жесір қалса да, оларды жоғары білімлі, сауатлы етіп жәмиетімізге қосалған. Бұндай адамдар менен хемише мақтаныш қыламыз. Бұндай нұраниларымыз әлбетте төріміздің безегі, миллетіміздің мақтанышы десек қателеспейміз. Жатқан жерлері жайлы болсын, бүгінгі кеше әммеге мұбарек болсын. Бәршемізді де өткеннен кейін ұсындай қылып еслеу несіп еткей. Рахмет сілерге. Қадірлі меймандар, тағы да құттықтау үшін сөз кезегін. Советский атындағы көркем өнер музейінің этнография бөлімі басылығы Айгүл Пірназарова әмде Нүкіс қанегелестірілген мәдениет мектебі директоры Бақадыр Исмаиловқа береміз. Мархамат. Ассаламу алейкум. Бүгін юбилей кешесі қатынасушылары, әммеңіз көріп отырған, көзіңізді қуандыратығын қос аққудай ағамыз бен апамыздың дөретушілігі хақында, олардың өмір жолы хақында менен бұрын шығып сөйлегілер жүдә толық мағлұмат берді. Менің ұсыларға қосып айтарым, әрбір инсан дүнияға келер екен, өздерінің өмірінде сондай бір өшпес із қалдырады, дүниядан өтіп кетсе де, олардың өмірі давам етеді. Міне бүгінгі күнде осындай өмірі давам етіп атырған, атлар әпсанаға айналған екі тұлға ағамыз бен апамыздың үй музейі неке ашылғанына 25 жыл толған. Мен қанлы көлшілердің атынан, ауылдастарымыздың атынан толқыланып соны айтып өтпекшімен, осындай тұлғалар бар екен. Әдебият, мәдениет ешқашан өлмейді, халқымыздың милли мираслары давам ете береді. Және бір айтатұғыным, өзім үшін сондай бір қуанышлы мәуліт болған осы музейдің ашылуында ең бірінші экскурсияны өтіп, еліміздің небір ақсақалларының алдында ағамыз хақында, апамыз хақында түсінік бергенмен, олардың минетлері хақында қысқаша болса да айтып өткенмен. Жаңа айтылып өтілгендей 300 экспонатпенен жұмысын бастаған музейдің бүгінгі күнде экспонатларының саны күннен күнге артып атырыпты. Әрбір перзент қандай хүрмет ету керек болса ата-анаға, ағамыз бенен апамыздың перзентлері бұны артығымен ішлеп атырыпты. Әркімге ем ұсындай қадірлей тұғын
халқына, дүнияға ата-анасын танытатын перзентлер несіп етсін деймен, жұмысларында табыс тілеймін. Әмет аға менен Айымхан апамыздың атлары мәңгілік, музейіндегі экспонатлар олардың өмірін, перзентлеріне деген мехір мұхаббатын, халқымыздың милли мирасларын дүнияға таныта береді. Диққатларыңыз үшін рахмет. Ассаламу алейкум, юбилей қатынасушылары. Ассаламу алейкум, Әметам Айымхан Шамаратова, музей жамағаты. Ассаламу алейкум, жәнәрмет Айымгүл апа Шамаратова. Әмеңізді бүгінгі юбилей күніңізбенен Нөкіс қан Инглисат мәдениет мектебі атынан шын жүрегімнен құттықтаймын. Әлбетте, атлары айтып тұрғандай шайыр, ділмаш, мемлекеттік іскер Әмет Шамаратов, әмде Қарақалпақтың тұңғыш қосқышысы, Қарақалпақстанға, Өзбекстанға, әм бұрынғы Ауқам халық артисткасы Айымхан апамыз Шамаратовалар, әпсанаға айланған тұлғалар хақиқатында да бір еліміз үшін мәдениетіміздің жұртшылыққа танытуда өзінің үлкен үлестерін қосқан инсанлар. Енді мен және осы инсанлардың атына Айымгүл апа һәм Шамаратовлар семьясы шаңырағыңызға үлкен minnetdarchilik білдіреміз. Солардың атына үлкен жаңа айтып өткендей Өзбекстанда бірінші мәрте Қарақалпақстанда үй музейінің ашылуына себепші болған инсан осы шаңырақларыңызға әмеңізге мен minnetdarмыз Айымгүл апа. Себебі бұл жас келешек әулет үшін үлкен бір тарих біздердің ізімізде мысалға сол келешекте осындай инсанлардың тұлғалардың келіп осыларды танысып жатқан біздің жұртшылық емес сырт елдерден hem келіп әммесі біздің Қарақалпақ мәдениетін осындай қосқышы осындай шайыр инсандардың барын көріп һәм елге деген бір еліміздің тарихын көріп һәм елдің бір абыройын көтеріп жатырды. Әлбетте және де біздің Айымхан апа сіздің және бір істеген басыламаңыз сол Айымхан Шамаратова атына көріктауларды өткіздіңіз. Міне сол бірінші көріктаулардан бастап біздің Нөкіс қанегелестірілген мәдениет мектебінің оқытушы һәм оқушыларымыздан 10-ға шамаласы бірінші орынды алған екен. Қазір мына сахнада да осы бірінші Замира Ибрагимова, Утегенова, Гүлзарлары шығып сол бірінші орынды алған ең бірінші көріктаулар жеңімпаздары. Және бір мәрте сол юбилейлеріңіз құтты болсын. Сол алдымызда аман болып, құда қаласа әрбір юбилейде сондай жақсы бір сауғалармен келе бергенбіз. Енді бір кішкентай ғана өзіміздің мектебіміздің сауғамыз бар, соны беріп қоюға рұқсат етсеңіз. Әмет һәм Айымхан сахналық көрініс. Ибраһим Юсуф мектебі оқушылары атқарады. Тілім, жаңла даусым көкке ұш. Полат қанатың бар, шаршамас, талмас. Достлар күліп, дұшпаллары болсын пұш. Даңқлы елатың бар, жаулар жең алмас. Сайра тілім, жаңла даусым көкке ұш. Есітсін дүнияның минеткеш қалқы, ашқара жауыз бетлерін. Тынышлық гүлін шаш, халласла шалқы. Езушілер жоқ болсын деп дүнияда, шарқ ұрып еркілік хауазы шалқы. Сайра тілім, жаңла даусым көкке ұш. Күн күлімлеп жақты нұрын шашады. Табиат бағынып құшақ ашады. Қуатлы ватанымсаң өзімнің, күн-күннен толысып алға басады.
Отанымның кең пайтақлы жері бар, өрдек шөп, қаздар қонған көлі бар. Байлығы мол, мәңгілікке таусылмас, полат алтын, һәм басқада кәні бар. Туылып анамнан хәулеп күлгенім, есім еніп қуанғаным жүргенім, жақсы жаман оңлы солды білгенім, ойлап көрсем шын балалық күллері, оқып білмегенді білгенім, бұлтты басып биік тауға мінгенім, қасыл алтын маржанларды тергенім, жаслығымның шын тасыған күллері. Әй анажан, ана қымбатлысаң сен. Сен болмасаң бұл дүнияға келер медім мен. Сен басқан топырақтың бағасы жоқтыр. Сен болмасаң жуырып жүрер медім мен. Есімдесең, жүрсем, тұрсам жан анам, ұмытпайды хешуа қадырдан бала. Бір мен емес құрмет етер анаға, анадан туылған бәршелі адам. Тынышлық деген ол, бүткіл жәһәнде, сондай жақсы жылы тиер жүрекке, жаныма жан берер мүйе бағларда, қалықлар қосылсын беккем тілекке. Беккем тілек ол тынышлық тірегі, адамзатқа тынышлық қой керегі, құдіретлі ватаным, бейпаян елім, бүткіл жерде тынышлықтың тірегі. Заманның раушаны ашылған гүл, жасларға қарайман кеулім тоймай, ғошақ жігіт қызлар сіздерге арнап, сөз маржанын тапсам деймен еш қоймай. Әрі құрылысларда, ауыл қалада, қайда барсам жаслар көзім жайнатар, еркін піскен мейуі яңлы бағларда, зейінім ашар, қуандырар балықтар. Жас күнімнен бірге ойнапам күліп, сүйгенім сен едің есімді біліп, шадлық бенен бірге дәуранлар сүріп, жүргенім есімде менің сәудігім. Айымхан, көрдің бе? Сенің айтқан, менің жазған қосықларым елі кешекем сахна төрінде жаңлап тұр. Білесіз бе, біз жаслар сіздердің атыңызға ашылған үй музейіне тез-тезден барып тұрамыз. Сіздерге рахмет балаларым, біздерді еслегеніңіз үшін, біздерді ұмытпағаныңыз үшін. Жасларға тәрбие аларлықтай көркем шығармаларды мирас етіп қалдырған сіз сияқлы ұлы көркем әдебиет тұлғаларын біз ешқашан ұмытпаймыз. Қарақалпақ халық қосығы дем бермес. Айымхан Шамратова таңлауының жеңімпазы Надира Карамадинова атқарады.
Қазақша қосық Сәулемай. Нөксқаны келестілген мәдениет мектебі оқытушысы Малика Бейімбетова атқарады. Сахналық көрініс Айымхан фронтта. Қарақалпақ мемлекеттік жас тамаша көйлер театры атқарады. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Су бойында тұрғанымда қосық айтып жаңлатқан. Су бойында тұрғанымда қосық айтып жаңлатқан. Сап түзілген жауынгерлер өте берді тұсымнан. Сап түзілген жауынгерлер өте берді тұсымнан. Сол қатардан шығып жігіт келді менің қасыма. Сол қатардан шығып жігіт келді менің қасыма. Жылы сөзбен сыл сұрап ішсем қарындас болама. Жылы сөзбен сыл сұрап ішсем қарындас болама. Суың қандай талдан татлы ішіп мейрім қанды менің. Суың қандай талдан татлы ішіп мейрім қанды менің. Жаудыраған қара көзің жүрегімнен алды орын. Жаудыраған қара көзің жүрегімнен алды орын. Орамалды алдыдағы қарап нағыз кестесіне. Орамалды алдыдағы қарап нағыз кестесіне. Бұл достықтың болсын шәрті деп қошласты кетерінде. Бұл достықтың болсын шәрті деп қошласты кетерінде. Бұл достықтың болсын шәрті деп қошласты кетерінде. Рахмет қарындасым. Рахмет. Ауылды қатты сағынып жүредім. Қайерден боласың? Атың кім? Атым Аймхан. Өзбекстан елінен, Қарақалпақ жерінен боламын аға. Ой, қарындасым, мұнда қырғын соғыстың ортасында не істеп жүрсің? Сәбидің әкесі бар ма? Мақсатың не өзі? Ағасы бар? Ол да ел қызметінде. Балаларға қарайтын адам болмағанлықтан, олар менен бәрі осылай етіп жүреміз. Мақсатым болса, жауынгер әскерлердің кеуіл кейпиятын көтеріп, аз ғана болса да қаржы топлап, әскерлерге самолет алу. Ничего себе, жарайсың, ничего себе. Даже некоторые мужчины боятся от войны. А вы? Спасибо. Спасибо. Қызық болды ғой. Сіздер растан да мені түсініп тұрсыз ба? Бір-біріміздің тілімізді сөзді түсінерді. Бір-біріміз түсінеміз қарындас. Bizler albatta g'alabadan qaytamiz, ha? Әлбетте жеңіспенен қайтамыз. Ауылға барғанда біздердің сағынышлы сәлемімізді елге жеткеріп қоярсың. Әлбетте жеткеремен. Бәршеңіздің сағынышлы сәлемлеріңізді ауылға жеткеремен. Сау болun. Рахмет. Енді бізге рұқсат алды. Басқа да ауылдарға барып, әскерлерге қармасын айтуымыз керек. Қане қыздар, жүріңіз. Су бойында тұрғанымда қосық айтып жаңлатқан.
өте берді тұсымнан. Сап түзілген жауынгерлер Оршы Хосық Калинка. Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкөз филиалының студенті Қоблан Сейтанов атқарады. Жаным апа, Аймхан Шамратова таңлауының жеңімпазы Саятхан Жолдасова атқарады. Жас басыма түсті
Аязи спектаклінен сахналық көрініс. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр артистлері атқарады. Қарасам айдың шынығы, төменге қарасам солдың шынығы, ядымнан шықпайды ядың қылығы, күйгерек көзді яд, күйдірме мені, күйгерек көзді яд, күйдірме мені. Секенде бүгін бір ешпар оқиылым шар. Шеше, қашан Аймханды бір тымсырайып жүргенін көрдім. Дайым тымсырайып қағай, өшәберді. Ай шеше, осы сен жасылығында сөйтейіп бір қосық айттың ба? Зірге қосық айту қайда қарам ол. О, қосықты саған берген. Ай, осы қайнаға деген ертеден ақша бек келген ғой. Ай, ол мына қайнаға шықпаса, қаларсам. Маңнайым қайнаға үйден деді бір шеше бір сигнал керек. Ойнабай таман. Асықалардың балалар ұйқыватырғанда кетеді. Кеште де ұйқыватқағаннан ұйқы келеді. Отыр, әзірме шайды келеді. Сонда не адамды қорқытып жатыр, я? Ай, шеше, шайын қой. Отыр. Ай, шеше, болсын. Қайнаға жоқ та. Ыбырайым қайнаның қосығын айтып берейін, я? Естіп жатырмыз ғой, айтпай-ақ қосы, айтпа. Қоя қош, таза қос, айта қойын да? Таза қосу? Ау? Онда таза қос болса айта қой. Айтайын ба? Яқшы, саған айтып беріп атпайын да шеше. Бұлтлар көп тілеген ай, асқары тауқардың, асқары тауқардың, жүргін пектерін шиеді. Assalamualaikum ağa. Aleykümselam. Nasıl жүрсең бе келін? Ahmet, бар мысың? Бармам аға, бармам. Сәлем берейін деп келсем таппаймын. Сен мына үйдегі балаларын таппай қалады. Айман, жүр, біздер де үйге барайық. Шай ішіңіз. Шайды кейін іше береміз аға. Қазір жүтілерін даярлау керек. Ташкентке жұмысқа жібермін. Ақыры саған екенді. Бұл кәптің 5-6 айлықта хабаршы ме? Өзімнен бұрау сұрайын. Барасаң бая, бармайсаң ба деп қайырсам жоқ дейсің. Мен де аға аздыген мойын толып етмедім. Бірақ Ташкентке тек сенің бюджетің өтіп тұрып береді. Ондай болса барғым керек. Мемлекеттік өзін тапу, сұрап алынбай, тапсырла. Оған мойын толып етуге болмайды. Соның үшін дағы сізбенен біраз ойласпақшы болып кеште келмекші едім. Ал әзірақ айтып қоя бер. Кешке дейін ойланып бір жауап айтамын. Айтсам аға, ұзақ жер, үйінен қырқатын шықсаң, мүшәрбесен деген ғой. Соның үшін Айымханды да алып кетсем бе деп едім, аға.
Айымхан дұрыс, сенің баян. Бірақ ол алып кету үшін бұл жеткіліксіз. Айымхан қалыптың Айымхан. Айымханның орны театр. Айымхан десің. Гүлбаршының ойы. Шарсайымдың ойы. Ол Айсәлеменен бағдар өтім ойнайды. Сол жағын ойлап көрді бесің. Олай емес. Айымхан алып кетуінде қантылы болды. Айымхан, сен не дейсің? Я сенен шықмау. Я мақайнақ. Мен театрдан кетсем, бұзалып қалған сігірді. Естің ол? Лейляға, сіз демесеңіз, біз қайыр. Айымхан, ал ашаға. Болады. Шеше, елгезерге тағымды келер мен. Беріп жіберші елгезер болса. Елгезердің жегі сөтіп тұр еді, үзіргенге. Çay olsa kinderik şey. Айымгүл. Опера көркем өнеріне қанегелестілген мектеп интернаты оқытушысы Өткербай Әзербаев атқарады. Бәһәри жайнаған гүл-гүл жанары, сезімлер кернеген кеуіл кенары. Аршаманғыт елінің ақ маралы, Айымхан апаның қызы Айымгүл. Бір құшақ жігітке болған дәрмана, досу яран әтрапында пәрмана. Toplumlarda жарып шыққан мәрдана, құмар ана кібі ардақлы қызы. Көп арзу арманы ойы ойлаған, ықбал дариясында біраз бойлаған. Әттең ата дидаурына тоймаған, бүлбүл құстай жанып сайраған қызы. Жүгінгені хақ аталмыш данасы, атасы диянат бүлбүл анасы. Жібек жолы машхұр мейман ханасы, абырой хүрметті қырмана қызы. Солай ұлығлаған ең көз қимасын, атларында мүзис хақлар мирасын. Әркім ата-анасын сөйтіп сыйлаусын, абырой хүрметі қырмана қызы. Жақсылардың шарапаты дарыған, болмысын бақ дәулет қосып қарыған. Өш сазы төгілмеш жүрек тарынан, Әмет Айымханның қызы Айымгүл.
Ah yar aman ey aman, aman ey yar yavre, ya pelege didare. Ahmet Ayım Han'ın kızı Ayımgül. Қарақалпақ халық қосығы не білсін? Аймхан Шамратованың шаулығы Айсұлтан Сұлтанмұратова атқарады. Қазақша қосық Аякөз. Бағдат Абылаев атқарады ойынында театр балет артистлері. Сезім қаласың, теңебедім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласың. Емдейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын. Аякөз қайда барасың? Аякөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәлізіндей лағылдым. Ардақтайтын алашың, аямайтын бағасын. Үй болайық екеуміз бағындырғандар ашын. Ата-анамыз жол қылсын, екі ауылдың арасын. Келін болар деп жүрсем, мақтан етер анашым. Аякөз қайда барасың? Аякөзім қадір
Айымхан ападай қызлары барыдыр. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті Гүлхадиша Айымбетова атқарады ойынында Айқұлаш милли фольклор ансамблі. Бегер тариф етсең қалпақ жұртыны, кеулінде әндейше қаллары бар. Каруанға еткенде кеулі мүлкіні, өзіне жарасқан қаллары бар. Каруанға еткенде кеулі мүлкіні, өзіне жарасқан қаллары бар. Uzaq жақынынан yoşup сөзлесем, даурығы жер жарғанай олар барыды. Тарифіні дасталардан ізлесем, Гүлайымдай сардарай қызлары барыды. Тарифіні дасталардан ізлесем, Гүлайымдай сардарай қызлары барыды. Сахраның хош хауаз, сер хош бүлбілі, Айымхан ападай үрлері бар. Дүнияға бір келген тұлпар дүлділі, су астында галхарай түрлері бар. Дүнияға бір келген тұлпар дүлділі, су астында галхарай түрлері бар. Uzaq жақынынан yoşup сөзлесем, даурығы жер жарғанай олар барыды. Тарифіні дасталардан ізлесем, Гүлайымдай сардарай қызлары барыды. Тарифіні дасталардан ізлесем, Гүлайымдай сардарай қызлары барыды. Гүлайымдай сардарай қызлары барыды. Қадірлі меймандар, ал енді сөз кезегі Айымхан Шамратова, Амет һәм Айымхан Шамратова үй музейінің директоры, Қарақалпақстан Республикасына мейнетсінген мәдениет қызметкері Айымгүл Шамратоваға береміз. Мархамат, добрамызға тәклif етамыз. Қадірлі меймандар, ассаламу алейкум қадірлі меймандар. Неге бүгін біздің Шамратовалардың перзентлеріне шарамызға бір үлкен байрам. Себебі Амет һәм Айымхан Шамратовалар ой музейінің 25 жылға толуына бір үлкен байрам театрда мінекей белгілеп жатырмыз. Соған қатты қуаныштымын, рахмет айтамын. Жақсы даярлық болғанына. Енді айта берсек, енді растам өмірін көрдіңіз, әке дидарын көрмедім мен, бірақ анамның өмірі көз алдымда өтті. Анамыздың қанша сонша жеті перзент тәрбиелап, со қанша күш қуат, қанша анамның несі со күші жеткенде хайра қаламан да со. Не деген гастролға барады, не деген 2 рет депутат болып сайланды анамыз. Районларға барады, адамдар олады, оны күтіп отырады. Бір айлап қасында менің жүретуін едім, бірақ кішкентай уақытымда анамның қасында районларға барғанда, не алғанда. Халық деген сондай ұлғылап, үлкен неде көретуін едім. Соң көп мерекелерін, әкеміздің қайтыс болғаннан кейін көп мерекелерін өткерді. Мысалы, 50 жылығын әкеміздің 60, 70, 80 жылықтарды өткерді. Со көз алдында со әмесі бар. Бұрын кафе рестораны жоқ еді. Со үйінде күтіп, неше адам болса со шақырып, дастархан жайып. Со анамызға мың рахмет айтамын. Өлген күндерін белгілеп, har жылы 10 күнлеп. Енді оған нелер айтатын еді. Енді қоя қойшы, har жылы өткеріп жатырсың. 20 жыл өтті, неше жыл өтті. Сонда да әулие басына барып, тірі адаммен сөйлескенде жылап, со әкемізге сондай
садықлығы болғанына хайран қалатұғын едім анамыздың. Көп мерекелерді өткеріп, шаршамай, хармай, не деген белгілі жұлдызлар, Қазақстанның, Өзбекстанның жұлдыздарын үйінде күтіп, Россияның жұлдыздарын үйінде күтіп, сол қонақтарды күтіп, біздер үйреніп қалдық, сол анамыздың арқасынан. Анамыздың депутат болғанда да адамларды ойлап не қылатын еді. Мен ойлаймын, сол бәрі әкеміздің несі. Әкеміз мысалы Россияда оқып, интеллигент жігіт болып, анамызды неше бала туып атырыпты, үстіне туып атырыпты. Ұрыстың уақытында да емізулі балалармен жүрді, ақшалар жинап, концерт бригадаларды. Сонда қолап қуатлаған, еш уақытта қой Айымхан, отыр үйде демеді. Соған қолап қуатлаған себебіне анамыз сонда белгілі артистка болған. Мысалы, сахнаны қойып кетпе деп, қайтыс болмастан бұрын, сахнаны қойып кетпе, жерге талантын көмбе, сен халыққа керексің деп айтқан насихатлары, анамыз айта береді, онан сол қайта-қайта. Әметім деп күнде ядымызға салып, әкеңізді, әметті бір сонда белгілі адамлар болғайсылар, әкемізге ұсап сондай бір белгілі адам болып, ылайықлы адам болып жүргейсіздер деп, насихат етеді оны біздерге айтып. Сол мінекей анамыздың сонша қызмет еткені, депутат болып екі рет республика қалалық һәм республика депутат болып сайланғанлары, көп жүргені, халық көп келетұғыны, үйге көп әртістерге жай әпергені, сол жан күйер болғаны, сол әкемізден сол берілгенді, себебі әкеміз сондай жетімлікпен өсіп, Москвада оқып, метроларда жұмыс істеп, қиналып, сол қатты қиналып неғылған ғой, енді адам болған. Сонда мына жоғары мағлұматлы болғаннан кейін үлкен басшы жұмыстарға да қойған, жазушы, шайыр болған. Күні-түні Қарақалпақтың экономикасын көтеруменде білімлендіру, мәдениет һәммесі төмен еді. Жаңа бастап жатыр еді. Күні-түні жүретұғын еді. Ауыл қожалықты көтерумен деп. Кеште келіп, Айымханым мен қырқыз пьесада Гүлайым рөлін ойнайды. Айымханыма мынандай қосық жазайын деп, мені қосқылардап жазып, Айымханды ойлайтұғын еді. Сол мен айтаман, ажапаларым еске түсіріп неғылғанын айтпағанда, оның арасында мұхаббаты болғаны, бір-бірін сыйлағаны, сондай халықтың намаларын, халықты, Қарақалпақ халықты, елімізді жақсы көргенлері, бәрі сол, мен ойлаймын, қадір тапқан инсанларды олар, қадір тапқан айқын есі, жылда, әр 5 жылда музей ашылғалы бері, 99 жыл, содан бері Айымхан апаның, Амет Шамұраттың юбилейлерін өткеріп атырпыз, қосып өткеріп атырпыз. Өзі тірі уақытында анамыз һәм Амет аға, әкемізге һәм өзіне юбилей өз алдына өткеретұғын еді. Республикалық масштабта, Кегейл районында, Қалныкөлде өткеретұғын еді. Қазір енді біздер давам етіп атырпыз, әкеміздің, анамыздың юбилей жылларын, танлауларды өткеріп атырпыз. Қар 5 жылда өткеріп атырпыз. Мен ойлаймын, ұрықлар шат болып атырған шығар. Мінекей қазір отчетный концерт Айымхан апаның алдында берді әртістер. Мінекей мәдениет жоғары кеңеске, мәдениет министрлігіне, онсын Қарақалпақтан Солменға һәммесіне рахмет айтамын. Театр директорға, режиссерларға, Ғайраддин, Бауыддин деген бәрі Айымхан апаның шәкіртлері солар. Көп қызмет етті олар. Мына әртістерге қазір Айымхан болып ойнап отырған, не отырған. Бәрі Айымхан сахнаға шығып, сондай бірінші баслаған жолын давам етіп отырғанларға һәммесіне рахмет айтамын. Халқыма рахмет айтамын. Келіп көргенлер үшін. Музейлерге келіп тұрын, мұрат етемен сіздерді. Һәммемізге рахмет айтамын. Айтор һәммеге сондай бақыт тілеймін, сондай перзенттер тілеймін. Шешеңіздің есілеп тұратығын перзенттер тілеймін. Мейірімлі болғайық дайымыз. Һәммес. Мен шәкіртлерім жүда көп. Шәкіртлерім, мен сахнаға шығын деп едім, енді қайтып шәкіртлерім бар, ұялшақпа шықпай жатыр. Мына Гүлбахарам, мен шәкіртім, әсердесі қылады. Айнанайын. Музей ашылғанда, Гүлбахар, музей ашылғанда 4-ші класс па, 3-ші класс еді. Дутарын алып келетіғын еді.
кемпір апасы бар еді, Гүлпери, мамасы бірінші экскурсовод. Біздің музейдің бірінші экскурсоводы. Мамасы да келеді, Гүлбахарам келеді, бәрі Рыскүл Бөреева, көп әртістер Қаралпақ Лабызы ансамбль содан басыланды. Ұсылар басыланды бірінші. Хәзірам дауам етіп атырды. Гүлбахар, Хәзірам ансамбльді басқарып атырды. Аймхан Лабызы ансамбльсі басқарып атырды. Көп рахмет. Гүлпері, сенен бір-екі ауыз сөз айта ғой. Бірінші экскурсовод отсаң ғой сен. Айналайын. Осындай қызды тәрбияладың, Гүлбахардай. Ассалаумағалейкум, мұқаддес халқым. Мінекей бүгін халқымызға, елімізге белгілі тұлғалардың Айымхан һәм Амет Шамратовлар музейінің ашылғанына 25 жыл толу мұнасебетіменен жиналып отырған екенбіз. Құдайым 25 жыл, 50 жыл, 100 жыл, 2 асыр, 3 асырға шекен біздің белгілі тұлғаларымыздың атлары жоғалмасын, жүрегімізде мәңгі жасайды. Мен бірінші рет экскурсовод болып, Айгүл апам бірінші айтып берді, соң ізінен бірінші ашылғандағы. Бұлардың перзентлерінің, апамның перзентлерінің, Айымхан апаның, Амет Шамратовтың перзентлерінің сол уақыттағы толып тасуы, өздерінен көріп, сондай музейдің хабарыңыз бар. Елімізде бірінші музейлерден болып ашылды үй музейі. Сол уақыттағы бұлардың толып тасуы, көздеріне жас алып, ата-анасына музей ашылғанына қуанғанларының куәсімін. Мінекей, сол уақытта біздер кішкентайымыздан өстік. Жаңағы Амет Шамратовтың мұғалімге рахмет, жол жаңағы көп нелерін кішкентайымыздан көріп, естіп, оқып, мектеплерде өстік. Кейінде өзім сол музейге бірінші экскурсовод боламын деп ойламадым. Қуанышлыман, мінекей қазір сол уақытта азғантай несі болса, қазіргі уақытта дүнияға белгілі. Шет елден, басқа жақлардан Айымхан һәм Амет Шамратовлар музейін белгілі танитұғын басқа елдерден белгілі болып атырыпты. Рахмет, мына келгендеріңіз үшін мен де қуанышлыман, осы музейге бірінші экскурсовод болғанымнан. Айымхан апа алдымызда аман болғайсыз, Айымгүл апа. Құдайым, әммеміз сондай жақсы күндерінде ұшырасқаймыз өзіңіздің. Рахмет сіздерге үй музейді басылап. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мінекей менде толып тасып атырпан. Сол жерде ұстазларымыз, анам ең дәслепкі ұстазым болып есапланады. Сол Айымхан Лапызы ансамблінің ең дәслепкі қатынасушылары болып есапланаман. Бүгінгі күнде Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалында сол профессор болып жұмыс істеймін ол жерде. Һәм сол шәкіртлерімізге Айымхан Шамратова аудиториясы деп бір үлкен аудиториямызға Айымхан апамыздың портретлері менен, ол хақындағы кең мағлұматлар менен, миллилікті ең жайдыратығын қара үйіміздің со безекілері менен бір аудиториямызды Айымхан Шамратова аудиториясы деп белгілеп қойғанбыз. Шәкіртлеріміз сол жерге кіріп, ilhamlanып, ұстазымыздың, апамыздың қосықларынан атқарып барады. Мен ойлайман, осындай имканиятлар жаратылған елде ұстазларымыз еш уақытта ұмыт болмайды. Шәкіртлеріміз хәмеше олардан үйреніп, оларды танытып барады елге деймін. Анама да бір гүл алып келдім. Рахмет. Есап саны, мен мақтанама шәкіртлермен, есап саны жоқ мен шәкіртлерім. Бір шәкіртім елші болып істейді Индияда. Бір шәкіртлерімне Гүлбахаржы айтып кеттік. Тағы Гөзал Шамратова деген шәкіртім бар. Ол бірақ маған ағайын туысқан емес, ол студентка болып қиналып, анасы 4 баласыменен бір өзі тәрбиялап, базарларда жүріп не сатып. Ақыры оғыз оқыдып кергеннен кейін, неге корейский менен английский языкты үйреніп, Кореяға барып оқып, көп жыл шақта оқып, докторский защиты жақлап келіп, қазір көп проектлермен істеп жатыр, Южный Кореяның адамдармен істеп жатыр, Қаралпақстанда Раужануда көп қызмет етіп жатырды. Тағы сондай нелер көп, Маржан деген 25 жылдан бері экскурсовод болып істеп жатырды. Сол жұбатылдай болып келді, енді қазір ведущий экскурсовод болып кетті. Жаны күйер, сондай бір Ахмет бар мінекей, Наубахар, қызлар міне Узипа, Света, Гүлшара, Айдана қызларымыз, хамесі міне
Келі көбісі шықпаған ғой, келмеген бе, келе алмаған ба. Сол әмесі мінеке мен шәкіртлерім деп мақтанамын соларменен. Сол мінеке музейімізді жүргізіп, неғылып, сол мына туризмді рауажыландыруға көп үлес қосып жатырған инсанлар бұлар. Әмесіге сондай бір не тілеймін, бақыт, дәулет тілеймін, еліміздің тынышлығын тілеймін, президенттеріміздің мейірім шапатын тілеймін, дастұрханымызға берекет тілеймін. Жақсы күндеріміз көп бола берге. Қадірлі меймандар, осының менен Әмет һәм Аймұхан Жамратова үй музейінің ашылғанына 25 жыл толу мөнәсәбәтіменен шөркемлестірілген концерт бағдарламамызды жұмақлаймыз. Сондай қуанышлы күндерде көрсу несіп ете берсін. Көріскенше, хош, сау, саламат болың. Көрің, екеуі де бір шаңырақ арысы, әдебият, көркемөнер тұлғасы, қарессіздік, еркіндіктің шұғыласы, Әмет Айымханның музейін көрің. Нөкіс Қарақалпаққа пайтақ басқала, жүріп өткен жоллары бар афсана, танылған халқына, бүткіл дүнияға Әмет Айымханның музейін көрің. Әбдіраман Қайыл қалыпты сізден, Қоңыратта таңдырып тұрпасын дүзген, Айымхан талантлы болыпты жүзден, Әмет Айымханның музейін көрің. Құламет жыраудың ауылында өскен, қосық айтып халықтың көзіне түскен, Әжнияз Бердақтай шықпайды естен, Әмет Айымханның музейін көрің. Дүнияға танылған елдің ұл-қызы, Қаллыкөлдің нағыз қошауаз қызы, театр сахнасының сөнбес жұлдызы, Әмет Айымханның музейін көрің. Қаллыкөлде бар мәдениет сарайы, үйісті алдында ұрайың орайы, көргелер әркелеп сүйсініп қарайды. Әмет Айымханның музейін көрің. Музейді көргелер ойға талады. Бұл екі инсанды еске алады. Алтын мирас жақсыдан баққалады. Әмет Айымханның музейін көрің. Ұл-қызлары білген інсан қадірін, қастерлеп сүйген Қарақалпақ елін, сәнге бөлеген көшесін жерін, Әмет Айымханның музейін көрің. Жас әулетті музей хайран қалдырды, музейге экспонатларды жинап алдырды, Сұлтанмұрат Айымгүл музей салдырды. Әмет Айымханның музейін көрің. Онда ешкім қосып жазбатқан жоқ. Керек десең, жуманес көтін жазып кемем қалды, Амударияң, ненсің замы. Болды.